Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен сіздерге бүгін сапалы графика мен әдемі дизайн жасауға мүмкіндік беретін ерекше Canva деген платформа туралы айтқым келіп отыр. Canva платформасына кіру үшін алдымен тіркелеміз. Google-ға canva.com деп жазсақ, сайтқа кіреміз. Мен тіркелгесін canva.com, яғни Canva платформасына тіркелдім. Өзіңіздің Google аккаунтыңыз арқылы немесе почтаңыз арқылы Canva платформасына тіркелесіз. Бұл өте оңай. Яғни бұл Canva-ның біз ең алғашқы негізгі бетіне өттік. Canva платформасына тіркелудің 3 жолы бар екен: Google аккаунты, Facebook немесе Apple арқылы. Бұл жерге Google аккаунтын, егер Google аккаунтыңыз болса, яғни логин пароліңізді енгізіп кіре аласыз. Немесе телефон нөміріңіз арқылы тіркеле аласыздар. Енді міне біз Canva платформасының алғашқы негізгі бетіне өттік. Бұл жерде кез келген нәрсенің дизайнын жасаңыз деп жазылып тұр. Біздер бұл платформадан суреттің де, презентация, видео, әртүрлі құжаттардың, мысалы түйіндеме, мына жерде плакат, барлығы жазылып тұр. Instagram желілерде біз мысалы пост жазғанда, YouTube-тың барлық каналдағы барлық суреттердің барлығын дизайнын өзіміз жасай аламыз. Бұл жерде дизайндарыңыз деп тұрған жерде менің осы Canva платформасы арқылы жасаған дизайндарым көрсетіліп тұр. Мысалы, ең алғашқы бетті көрсетейін. Canva платформасында әртүрлі үлгілер бар. Әлеуметтік желілер, жеке, бизнес, маркетинг, білім. Осы жердегі барлық үлгілерді пайдаланып, өзіңіздің қалауыңызша өзгертіп пайдалануыңызға болады. Көбіне бізге білім тақырыбы интересовать етеді, яғни қызықтырады. Бұл жерде сабақ жоспары, жұмыс кестесі, сабақ жоспарына кіріп көретін болсақ, әртүрлі үлгілерді көреміз. Көбіне бұл үлгілер сабақтарыңызда дидактикалық материалдарды пайдалану кезінде сіздерге көмектеседі. Әртүрлі шаблондар, әртүрлі үлгілер бар. Кез келген үлгіні басып, сіз өзіңіздің сабағыңызға пайдалануыңызға болады. Бұл жерде бұл менің жасаған плакатым, яғни вирус індетін алдын алуға арналған сақтық шаралары дейді. Бұл жерде мына жерде көріп тұрғаныңыздай дайын бұл плакат. Мен осы дайын плакатты қазақшаға ауыстырып өзгерткен болатынмын. Мысалы, бұл жерді бассақ, әртүрлі сөздерді жазып біз өзгерте аламыз. Немесе бұның түсін, шрифтін немесе үлкейте аламыз. Бұл жерге біз басқа суреттерді енгізе аламыз. Мына жерде жүктеп салынғандар деген жерді бассаңыз, медиа файлын жүктеп салу, осыны бассаңыз, компьютерден немесе интернеттен әртүрлі суреттерді алып осы жерге қоюға болады. Немесе үлгілер, үлгілердің ішінде әртүрлі презентациялар, әртүрлі плакаттың шаблондары бар. Сіздерге қайсысы ұнайды, соны алып өзгерте аласыз. Бетті қосу деген жерге басқа бетті қосып, осы жерге басқа шаблонды алып өзгертіп қоюымызға болады. Немесе керек емес болса, оны кетіріп тастаймыз. Егер сіздердің плакаттарыңыз дайын болған болса, жүктеп алу деген жерді басып, оны PDF ретінде немесе PNG, JPEG ретінде өзіңіз білесіз қалай сақтауға болады, солай сақтап аласыздар. Жүктеп алынуда. Canva платформасы арқылы жасаған дизайнымның келесі бетіне өтсем, бұл жерде афишаны көре аласыздар. Мен бұл афишаны видео түрінде жасаған болатынмын. Мысалы, бұл афиша бастауыш сынып оқушыларын кіші ғылыми зерттеу жобасына дайындаудың жолдары. Бұл тақырып, яғни бұл қандай платформа арқылы өтеді, оның қай күнде, сағат нешеде барлығын өздеріңіз өзгертіп сала аласыздар. Яғни бұны үлкейтуге де болады. Кез келген жерін сіз өзгерте аласыз. Бұл жердегі видеоны, мысалы, мынау видео. Бұл жердегі видеоны мен жаңағы жүктеп салынғандар деген жерді басып, видеоны, компьютерде тұрған видеоны осы жерге салдым. Осындай афиша шықты. Осындай видео түрінде афишаны дайындауға болады. Дәл солай жүктеп алуды басамыз, және оны сурет ретінде немесе MP4 бейнесі ретінде сақтап алуыңызға, жүктеп алуыңызға болады. Әртүрлі шаблондар бар. Осы шаблондарға сіз өзіңіздің видеоңызды жүктеп салып, әдемі афишаны жасай аласыз. Келесі Canva платформасымен жасаған келесі видеоны көрсететін болсам, дәл сол сияқты үлгіні алдым. Әртүрлі үлгілер бар осы жерде көрсетіліп тұрған. Сізге ұнаған үлгіні аласыз. Яғни бір бетке, мысалы, үрме бұршақтың адам денсаулығына пайдасы тақырыбындағы ғылыми жобаның 2 видеосын орналастырып салдым. Яғни көрген адамға түсінікті болу үшін тек қана бір видео емес, шағын 10 секундта 2 видеоны көруіңізге болады. Мысалы, тамашалайық.
Дәл осылай бір бетке 3 видеоны, одан да көп видеоны салуыңызға болады. Жүктеп алуды бассақ, бұл жерде біз жүктеп ала аламыз. Немесе бөлісуді басуға болады. Келесі бетке өтеміз. Бұл жерде де видео, кез келген үлгіні, кез келген шаблонды таңдап аласыз. Сол шаблонға видео немесе суретіңізді жүктеп салуға болады. Дәл сол бетті қайтадан сіздерге копировать етіп, дәл осындай бетті жасай аласыз. Ал енді бұл видеоны мен жүктеп салынғандар деген жерге қойып, осындай видео шығардым. 3 секунд. Келесі. Мысалы, біз көбінесе слайд презентацияны PowerPoint-пен жасаймыз. PowerPoint-ке керекті түсті, дизайнды интернет желісінен іздеп отырамыз. Ал бұл Canva платформасында әртүрлі дизайндағы презентациялар дайын тұр. Сізге ұнаған үлгіні аласыздар және сол үлгіні өзгертіп, ішіндегі сөзін өзгертіп, презентацияны жасай аласыздар. Мысалы, мен сіздерге өзімнің жасаған дайын презентациямды көрсетейін. Осы Canva платформасынан ұнаған дизайнды алдым, сол дизайнға өзімнің сөздерімді енгізіп, презентацияны жасап шығардым. Мысалы, сізге артындағы фон ұнамай тұрса, ол түсті басып өзгерте аласыз. Әр түрлі түске айналдыра аласыз. Ақ түсті болсын, немесе қоңыр түсті болсын. Өзіңізге ұнаған түсті таңдап аласыз. Мысалы, үрме бұршақтың адам денсаулығына пайдасы тақырыбына мен презентация жасаған болатынмын. Дайын үрме бұршақты интернеттен, яғни жүктеп салынғандар деген жерді басып, интернеттен жүктеп алдым. Мысалы, бұл менің дайын презентациям. Келесі бетіне өтеміз. Мысалы, бұл жерде ғылыми жұмыстың мақсаты. Міне, дайын сіздерде 01, 02, 03 деп тұрады. Тағы да керек болса осыны копировать етіп, тағы да астына қоюға болады. Кез келген дизайнды, кез келген үлгіні өзіңіздің қалауыңызша өзгерте аласыздар. Дәл осылай, бұл жердегі видеоны интернеттен жүктеп алуыңызға болады. Презентацияны жасау деген жерге басамыз, және оны автоматты түрде ойнату. Яғни сіздер өзіңіз осы презентацияны көргіңіз келсе, осы жерді басып, автоматты түрде көрсете аласыздар. Немесе стандартта деген жерді басып, міне презентацияңызды тамашалай аласыздар. Белгісін басып, экраннан шығамыз. Келесі сіздерге көрсетейін деп отырған дизайн бұл сертификат. Мысалы, балаларды ынталандыруға арналған, немесе мұғалімдерге диплом, сертификаттар жасағыларыңыз келсе, осы Canva платформасында дайын тұрған сертификаттарды өзгерте аласыздар. Міне, бұл жерге де сертификат деген жерге, бұл жерде ағылшынша жазылып тұр, дегенменде сіздер өзіңіз қазақша бұл жерге жазып өзгертуге болады. Артындағы фон ұнамаса, осы жерді басып, түстерін ауыстыра аламыз. Өзіңізге ұнаған үлгіні алып, оқушыларға немесе мұғалімдерге ынталандыру мақсатында сертификат, дипломдарды дайындауға болады. Дизайн жасау деген оң жақтағы батырманы басатын болсақ, бұл жерде әртүрлі ұсынылған үлгілер бар. Мысалы, кез келген үлгіні алып, өзіңіз бастап дизайн жасай аласыз. Мысалы, презентацияға басамыз, кез келген үлгілердің ішіне кіріп, ұнағанын таңдап аласыздар. Мына үлгі ұнайды дейік. Барлық 16 бетті қолдану, осы үлгіге мысалға мен өзімнің бүгінгі тақырыбымды жазып, сыныбымды жазып, барлығын өзгерте аламын. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша әртүрлі дизайнды өзгерте аласыздар. Бөлек жайт, мысалы, мен дизайнды өзгертемін қазір. Яғни дизайнның атауында басқа қаріптермен жазуға болады. Мысалы, маған мына шаблондағы түсі ұнамайды. Яғни бұл шаблонның мен түсін өзгертемін. Және бұл жерде жазылып тұрған сөздің қаріпі ұнамайды. Яғни, ол қаріпті өзгерту үшін, мысалы, мәтін деген батырманы басамыз, яғни бұл жерде әртүрлі сізге ұнайтын үлгілер бар. Не көрдіңіздер ма? Интернет желісінен ештеңе іздемейсіздер, дайын тұрған үлгілерге өздеріңіз қалауыңыз бойынша әртүрлі дизайндарды жасап шығара аласыздар. Canva платформасының мүмкіндіктері өте көп. Егер де сізге ұнаған болса, Canva платформасына кіріп, өзіңіздің дизайныңызды жасап үйреніңіз. Сіздердің қолдарыңыздан келеді деп ойлаймын.